Көп адамдар келеді да, менің анам мынандай, әкем мынандай деп. Енді дұрыс, енді анау көп жақсылық жасайды, видео түсіреді, әке-шешесі бағаламай тұрады да. Мен айтам, бауырым деймін, бәрібір жаса, тоқтатпа, ол сенің анаң, ол сенің әкең. Болды, нүктесі сол. Біреу әке-шешесімен сыналып жатыр, біреу баласымен сыналып жатыр. Әркімде әрқалай. Жақсылық жасауды ешқашан тоқтатпа. Менің әке-шешем барлығы түсінбейді. Қайтесің, олардың түсінгенін Құдай сені түсініп тұр ғой. Енді ол кісілерге біреулер уағыз айтады, ұстаз, мен айттым дейді әке-шешеме. Былай айттым, мен түсінбейді олар. Олар совет үкіметінің адамдары дейді. 2 ай айттым, біреу айтады, 2 ай айттым мен деп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде сахабалар болған ғой. Бір сахабалардың аналары айтқан ғой, өзім мен голодовка жариялаймын. Өзіме қол жұмсаймын, дініңді тастамасын. Пайғамбар насихатын тыңдамай жүрген кезде сен кім? Мен 2 ай айттым дейтінде. Даналық қайда? Хикмет қайда? Сөйтіп түсіндіру керек бұл кісілерге. Бір жолдас балам бар да. Әкесі намаз бастаған ғой. Әкесі басында намаз оқиды. Сөйтсе уақытынан бұрын оқиды екен да. Кейбір кезде бүйтеді екен. Мен қонаққа кетіп бара жатырмын, мен ертерек оқып кете берейінші деп. Намазды ертерек оқиды да кетеді. Үнемеймін дейді жаңа. Сөйтіп өзі сұраса айтам дейді да. Өзі сұраса айтам дейді, жөндеп қоям дейді. Мен сөйтіп ақырын дейді. Қазір сөйтіп жүрген менің әкем жұма намаздан қалмайды, тараух намаздан қалмайды, намазды уақытында оқиды, қай жерге барса да қаза қылмайды, точкасымен, нүктесімен оқиды да. Ал енді тағы бір кісі бар. Әкесі намазға келген кезде енді дәрет ала бас. Әке, сен дұрыс алып жатқан жоқсың дәретті. Былай алу керек дегенде, өзің оқшы осы намазың деді. Селк етіп тастап жүріп кетіп қалды дейді да. Өмірдегі ең өкінішті сәтім сол дейді да. Хикмет керек, даналық керек. Өйткені естеріңізде болсын, жас адам үлкен адамға ақыл айтқан. Ол жалпы ұсқынсыз болып көрінеді ол. Жалпы ол ұсқынсыз ол кішкентай болып. Сенікі дұрыс емес әке деп. Дұрыс айтасың балам деп жаңағы. Айтып ондай болмайды ондай. Ол ұсқынсыз көрініс та. Сол үшін даналық, хикмет. Ай, жеткіз, басқаша ақылды. Жақсылығыңды жаса, бір жолдар көп та, не істеймін дейді, импровизация қыл деймін. Менен сұрайды, ұстаз, не істеймін? Импровизация қыл. Сенің ата-анаң ғой, мен қайдан білейін сенің ата-анаңа қалай жол табу керек екен? Сен өзің уайымдасаң, Құдай өз жолдарды ашып қояды өзі. Құдай өз жолдарды ашып қояды. Ана бірдеңкені уайымдайсың ғой, сәл ойланшы, Құдай өз бар осы ойды салады екен да. Құдай өз сол салады ойларды.